плазма гель деген шығыпты ғой. Ол не да? И бұл гель бізге действительно көмектесе ма? Ол зиян ба, ол химикат па? Ол плазма гель біріншіден оның көмегі не только ол тарылту қыздар. Бұл опушенияға жақсы, яғни жатырдың төмен түсуіне. Мысалы, который тренерлер біз айтады, ойбай, олайша сырып қоймайды сізді. Сразу айтайын, бұл ботокс емес сіздерге. И бұл харам да емес қыздар. Екіншіден, кімде әрдайым құрғақтық болады, соған омолаживание жасау үшін керек да. Сонымен қатар бізде недержание мочи болса, ең күшті, ең мощный бұл не? G-точка. Яғни біз ләззат алатын, яғни оргазм алатын точкаға салынады. G-точкаға. Бұл особенно кім мен өмірімде оргазм сезіп көрмеген дегендер осы әдісті қолдануға болады. Дегенмен Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Қазір бізде жиі қойылатын сұрақтардың бірі, плазма гель деген шығыпты ғой. Ол не да? И бұл гель бізге действительно көмектесе ма? Ол зиян ба, ол химикат па, ол аллергия бере ма, ол ісіріп қоя ма, ол ботекс па, ол харам ба? Осында неше түрлі сансыз сұрақтар бар. Дәл осы сұрақтарыңыздың жауабын иншалла осы видеодан алатын боласыздар. Сіздермен бірге доктор Сейт Жаппарова ақпаратты тиімді болу үшін және де басқалар көре алу үшін міндетті түрде лайк басыңыздар, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Нәтижеге уведомление қойып қойды, ұмытып кетпеңіздер. Сонымен қатар сіз маған подписация етпесеңіз, сіз бізді көре алмайсыз. Міндетті түрде подписация басуларыңыз керек. Ендеше плазма гель дегеніміз не? Біз барлығымыз білеміз плазма лифтинг не екенін, яғни бұл біздің қанымыздағы сары су, яғни ол аутоплазма, 200 миллиграммдық аутоплазма да, яғни бұл сіздердің тілдеріңізбен айтқанда жас клеткалар, бұл живой витаминдер, тірі витаминдер, яғни ол бізге өте пайдалы тірі антибиотик деп айтуға болады. Ал плазма гель не істейді? Плазма гель біріншіден оның көмегі не только ол тарылту қыздар, бұл опушенияға жақсы, яғни жатырдың төмен түсуіне. Мысалы, мынау сіздің жатырыңыз. Нормада бұл осы жерде тұру керек да. Когда жатыр төмен түседі, мынау тұрған нәрсе либо мына жерге тұрып қалады, либо мына жерге дейін төмен түсіп кетуі мүмкін. Иногда бывает, яғни 3-ші дәрежесі болса, мынау тұрған жатыр мойны мына жақтан шығып тұрады. Не үшін бұл жаққа дейін шығып тұрады да? Біріншіден бұл сіз жаттығу жасамағаныңыз, екіншіден бұл витаминдер мүлдем ішпегеніңіз, үшіншіден постоянно травма, яғни үлкен ауыр босанулар, ірі ұрық болуы, постоянно мына жақтан жаңадай инструменттермен жұмыс жасауды, қыру, тағы да басқа деген сияқты, солардың бәрі бізге әсер етеді. И постоянно сіздің ауыр нәрсе көтеруіңіз, и часто жыныстық қатынасда. Міне, сол нәрсенің бәрі бұл жерге әсер етеді. Ендеше плазма гель не істейді? Бірінші орында мынау тұрған жатыр, егер мына жерге дейін төмен түсетіндей болатын болса, мына төмен түскен жерінен ол тура сол сұйық плазма лифтингтің қоюлатылған түрі арнайы термостатпен бұны қоюлайды. Бұл жерде ешқандай химикат, токсин, ботокс жоқ, абсолютно жоқ. Который тренерлер біз айтады, ойбай, олайша сырып қоймайды сізді. Сразу айтайын, бұл ботокс емес сіздерге. И бұл харам да емес қыздар. Бұл тайын сіздің өзіңіздің ағзаңыздан шығып тұрған плазмаңыз, тек соның қоюлатылған түрі. Нау жатыр төмен түскен кезде осының айналасына бүйтіп әдемелеп саламыз. Себебі мына жатырды қысып тар күйінше ұстап тұру үшін, чтобы мына жаққа төмен қарай түсіп кетпеу үшін. Бұл біріншіден. Екіншіден, кімде әрдайым құрғақтық болады, соған омолаживание жасау үшін керек да. Одан бөлек бізге ұнамайтын половые губы да, еріндер. Не үшін біз екінші әдемі жерімізді сол жаққа теңейміз да, жатырымызға да. Ол жерде де ерін бар, біздің ерін сияқты. Сол еріндерді сіріп томпайтып әдемі етіп қою үшін бізге керек. Сонымен қатар бізде недержание мочи болса, яғни түшкіргенде, күлгенде жіберіп қоямыз ғой. В основном бұған плазма лифтинг жақсы көмектеседі. Сонымен қатар, когда мына моча точно былай жоғары көтеріп тұру керек осылай. Егер бізде опушение, мына былай төмен түседі. Біз гельді осы жерге саламыз, чтобы мына мочеточник сәл кішкене қайтадан жоғары бұрынғыдай көтерілу үшін. Себебі ол жоғары көтерсе, неде сфинктер бізде қатты қысып тұра алады и жібере алады. Когда сфинктер деген не, бұл қысып қалатын нәрсе, егер ол дұрыс қыса алмай қалатын болса, біз всегда түшкірген кезде, немесе қатты секірген кезде сразу жіберіп қоюымыз мүмкін да. Міне физически соған көмектесу үшін біз осылайынан плазма гель алуымызға болады. Сонымен қатар ең күшті, ең мощный бұл не? G-точка.
яғни біз ләззат алатын, яғни оргазм алатын точкаға салынады, G точкаға. Бұл особенно кім мен өмірімде оргазм сезіп көрмегем дегендер осы әдісті қолдануына болады. Дегенмен оның негізгі проблемасы ұмытпаймыз, что мида екенін да. Одан бөлек біздің қынабымызға ол өте жақсы көмектеседі. Оның да өзінің арнайы точкалары бар да. Міне плазмагель бұл зиянсыз, себебі сіздің қаныңыз. Даже ол сізде инфекция болса да. Бұл салынады, бірақ егер сізде қатты выделение, жасыл түсті иіспен деген сияқты нәрсе болатын болса, плазмагель салғанның пайдасы жоқ. Сондықтан бірінші ем алу керексіз, емделіп болғаннан кейін салуыңызға болады. Немесе сначала плазмалифтинг, одан кейін гель. Бұл 100% ба, да? Гарантия бізге береді только Аллах. Мен білмеймін. Даже маған келген әйелдерге айтамын, мен білмеймін не болатын. Вдруг мен плазма салып жатсам, сен өліп қаласың да. Мен білмеймін ғой, мен жанымды Құдай сөйтіп алайын деп тұрған шығар, может быть, менің көз алдымда, менің кесірімнен да. Себебі не деген? Әрбіріңе өлім берем, бірақ өлімге бір себеп жіберем деген да. Бір себеп жіберем деген. Сол себеп, может быть, мен болып қалғанша мен білмеймін. Астағфирулла, Алла сақтасын. Мен сондай нәрседен қатты қорқамын. Дегенмен мен білмеймін. Сондықтан мен гарантия ештеңеге бермеймін. Но бұл эффективно бізде в основном 80-90% керемет көмектеседі да. Одан ары қарай не істейсіз? Міндетті түрде түбіне келгенде сіз жаттығу жасайсыз. Міндетті түрде ленатор жаттығуын жасаңыз, сіз секундомер жаттығуын жасаңыз, жүк жаттығуын жасаңыз. Бұл жаттығулар сізге міндетті түрде там-там жаттығу, капалабхати, бұлар сізге міндетті түрде жасалыну керек жаттығулар. Яғни бұны әрбір әйел жасау керек. Хотя бы күніне бір рет, хотя бы аптасына 3 рет, тым болмағанда прям уақытым жоқ, бос емеспін дегеннің өзінде да. Ендеше плазмагельдің зиянын түсіндіңіздер, пайдасын керемет түсіндіңіздер деген ойдамын. Араларыңызда істеп көрген қыздар болатын болса, отзывтарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қалай сізде қалай эффективность болғаны туралы. Себебі басқа қыздарға да, бізге де чтобы статистика шығару үшін керек болып жатады. Сондықтан барлықтарыңызға Алла разы болсын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, Аллахтан разылығы үшін. Сіздермен бірге болған Сейіт Жаппаровна.